Түйенің сүбе қабырғасы бар. Қазы. Қазысы ғой, былай айтқанда. Негізі көпшілік айтады, түйеде қазы болмайды деп айтады. Бірақ қабырғаның үстіндегі сүбесі ғой, бір сөзбен айтқанда. Сосын мынау омыртқа, жылқының тұздалған омыртқасы, жаяның басы, сүрлеңнің қазы салды. Мынау киіктің, ақбөкеннің белдемесі, бел омыртқасы. Мынау жай тайдың омыртқасы. Неге омыртқаның етін аламыз? Бұл өткен өте жұмсақ болады, антрикот. Сосын мына жерде бірнеше тұздалған омыртқаларымыз бар. Осылардың барлығын қазір жақсылап ішіне салатын боламыз. Қарынның ішіне пісіп шыққаннан кейін дәмін тартып айтатын боламыз. Мынау қойдың құйрығы, ет майлы болғаннан кейін майды аз салып жатырмыз. Қарын бүрмеміз кетіп барады қазанға. Опа. Неше түрлі шығарып